Баршаңызға сәлем. Бүгінгі түскі асқа осында баклажан дайындаған болатынмын. Ерекше сондай бір құпиясымен бөлісемін. Қазір қарапайым осылай күнтегідей турап аламыз. Мықты жұқа болмасын, қыздар. Осындай бір миллиметрдей қалыңдықта болсын. Қызанағымыздың артық жерлерін алып осылай турап аламыз. Алдын ала бәрін дайындап алыңыздар. Өзіңізге де оңай болады. Ал енді ерекше соусымен бөлісетін боламын. Осындай сарымсағымызды ұнтатып аламыз, теркіден өткізіп. Содан соң 3-4 қасық майонезімізді салып, шым-шым тұзымызды саламыз. И осындай қара соямызды саламыз. 1 шай қасық саламыз примерно. Осы барлығын араластырып, баклажанымызды екі жақтан қуырып аламыз, майға жақсылап пісіріп, барлығын пісіріп аламыз. Енді әсемдейміз. Осындай соусымызды жағып, қызанағымызды салып, арасына укроп салып, осылай әдемілеп тұрып орап аламыз. Өте дәмді, қыздар, мына соус өте күшті болып шығады. Баршаңызға рахмет. Осындай қылып жасап, бөлісіп, комментарий жазып, подписка жасауға ұмытпаңыздар.